Шынықсаң, шымыр боласың. Бұл Алматы облысына қарасты Таутүрген ауылының ұстанымы. Алға қойған мақсатқа жету үшін ауыл ұжымы жылда Іле-Алатау ұлттық табиғи паркінде спорттық шаралар ұйымдастырады. Биыл да солай. Таза ауада тыныстап, жаңа жылға жоспарланған жұмыстарға білек сыбана кірісіп кетті. Әу баста шаңғын ұстап көрмеген Айдана Орынбас қазір достарының алды. Шаңғы мен сырғанауды осы жарыстан үйренді. Бүгінгі бәйгеде де барын салып, үздіктер қатарынан көрінді. Біздің дене шынықтыруда мұндай салауатты өмір салтын ұстануға аздық етеді. Көріп отырсыздар, шаңғыны үйреніп алдым. Осы сайысқа 2-ші жыл қатысуым. Тау бөктерінде өтіп жатқан мынау жарысымыз көбінесе осы мынау туризм саласын көтеру. Осы ауданымызда спортты көтеру мәселелерін қолдап отырмыз, көтеріп отырмыз. Еңбекші Қазақ ауданының 500-ге жуық оқушысы бүгін қыстың қызығына батты. Суығына тоңған жоқ, керісінше сырғанады, атпен серуендеді. Бірі аққала жасап, енді бірі жасыл шыша